Сәлем барлықтарыңызға, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ташкентский чарсуханымы дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен жылы суымызға бір жұмыртқамызды, тұзымызды салып, жақсылап жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз және оны тындыруға алып қоямыз. Одан соң алдын ала сыртын ашып дайындап алған картопымызды және пиязымызды үккіштен өткіземіз. Ең бірінші картопымызды үккіштен өткіземіз, ал пиязымызды 4 бұрышты етіп турайтын боламыз. Картопты үккіштен өткізіп болған соң жақсылап бір рет немесе 2 рет суға шайып жіберіңіздер. Одан соң мінекей пиязымызды да дәл солай турап аламыз. Толық ингредиенттерді описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мінекей толық ингредиенттеріміз, фаршты да қосамыз. Одан соң үлкендеу ыдысты алып, барлығын салып, тұз, бұрыш, қара бұрыш және де әртүрлі дәмдеуіштер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қосып, араластырсаңыздар да болады. Бұл жерде қызым көмекке келді. Тағы да сіздерге ескерте кетейін. Егер осы дәмдеуіштерді, тұзды фаршымыздың үстінен немесе басқа да тағам жасайтын болсаңыздар, еттің үстінен қоссаңыздар, тағамымыздың дәмі одан сайын керемет болып шығады. Енді осы массамызды жақсылап араластырамыз. Егер сіздерге арнам ұнап жатқан болса, арнама тіркеліңіздер және қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Неке жаңағы тынған қамырымызды алып, жақсылап бір рет, тағы бір рет зуала илеп жібереміз. Одан соң 2 бөлікке бөліп алдық. Неке енді жаймен жайып бастаймыз қамырымызды. Жайып болдық. Енді оның арасына сұйық майымызды жақсылап жағып шығамыз барлық жеріне бірдей етіп. Енді жаңағы дайындап алған начинкамызды барлық жеріне сеуіп шығамыз әдемілеп. Бұл ханымда негізінен картошканың өзімен де дайындасаңыздар, дәмі өте керемет болып шығады. Енді осыны 4-ке бөліп алатын боламыз. Енді жаймен орып бастаймыз әдемілеп. Екі зуалантты дайындап алдық. Енді суын қайнатып 40 минутқа пісіруге қоямыз. 35-40 минут аралығында піседі. Енді тұздығын дайындайтын боламыз. Ол үшін қайнаған суға томатымызды салып, кішкене қант қосып жіберіп, жақсылап пісіріп аламыз қайнатып. Мінекей бізде уақыт өтті. Ханымдарымыз дайын. Енді оны кесіп-кесіп, өздеріңіз қалауларыңызша жаңағы тұздығында жақсылап жағамыз барлық жағына бірдей етіп. Дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Қонақ келгенде немесе отбасыларыңызға пісіріп берсеңіздер, қуанып қалатын болады. Енді үстіңгі бөлігіне тағы да тұздығын жақсылап жағып аламыз. Негізі тұздығы өз қалауларыңыз, жасасаңыздар да, жасамасаңыздар да, бірақ жасасаңыздар дәмі ерекше болып шығады. Ал үстін мен укроп және пиязды майдалап турап, әдемілеп безендіріп алдым. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бізде чарсуханымы дайын, өте керемет болып шықты. Дәмін сөзбен жеткізе алмаймын. Егер сіздерге арнам ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.